Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, қала тұрғындары. Мен Сақтаған Бәйішев атындағы Әмбебап ғылыми кітапханасында келіп отырмын. Бүгін біздің биылғы жылы, үстіміздегі жылы балалар әдебиетінің жылы деп белгіленген болатын үкімет тарапынан. Сондықтан осы биылғы жылы біздің балаларымыздың әдебиеті қалай даму керек, осы балалар әдебиетін дамуға қандай үлес қосуымыз керек, сол туралы шамалы пікірлерімді айтқым келеді. Біздің балалар әдебиеті бұрыннан да дамып келе жатқан әдебиет қой, бірақ мына бір қоғамдық формациядан екінші қоғамдық формацияға өткен уақытта тек қана балалар әдебиеті емес, барлық біздің әдебиетіміз тоқырауға ұшырап қалды. Сол тоқыраудан шығу барысында біздің балалар әдебиеті де өзіндік тоқырауға ұшырады. Енді бүгінгі күні біздің балаларымыздың кішкене оқырмандарымыздың кітапты қызығып оқуы үшін біз балаларымызға жақсы кітап беруіміз керек, жаңа заманның кітабын беруіміз керек, заманауи кітап беруіміз керек. Бүгінгі біздің мәселеміздің осы маңайда болып тұр. Мен өзім әрине балалар жазушымын деп айта алмаймын. Дегенмен осы біздің қоғамдағы балаларымыздың мәселесін, балалардың кітап оқуға деген ынтасын, сонымен қатар өзіміздің ана тілімізді дамыту үшін мен осы балаларға арнап бірнеше кітаптар шығардым. Менің балаларға арналған кітаптарым мемлекеттік бағдарламадан өтіп, біздің балаларымыздың қолында қазір оқып жатыр. Осы өткен жылы ғана Құлаған үйдің құпиясы деген фолиант баспасының 5000 дана тиражбен біз базарлық балаларымызға осы заманның әдебиетін ұсындық. Біздің балаларымыздың әдебиетін, балаларға арналған әдебиет туралы айтқанымызда біздің осы кезге дейін жазушыларымыз, ақындарымыз ауыл балаларына, ауыл өміріне арналған әдебиеттерді беруде, қазір де беруде. Бірақ біздің балаларымыздың қала өміріне арналған, қала балаларының өміріне арналған әдебиет бізде жоқ. Сондықтан осы олқылықты толтыру үшін мен бірнеше осы балаларға арнап кітап жаздым. Дегенмен ол мені балалар жазушы деп өзімді атай алмаймын. Дегенмен әрбір жазушының ішінде бала отыру керек. Әрбір жазушы дана жазушы болса, оның ішінде бала жазушы отыру керек. Сондықтан осы бағытта мен балаларға арнап арасында өзімнің жұмыстарым арасында балаларға арнап кітап шығарып келе жатырмын. Оны біздің балаларымыз жақсы қабылдап отыр. Енді биылғы жылы біздің балаларымыз балалар жылына арналғаннан кейін кітапты көп оқу керек. Бұл кітапты оқу үшін осы кітапхана қызметкерлері кітапханадағы кітаптарды насихаттау керек, балалармен кездесу керек, балалармен әңгімелесу керек. Тек қана кітапханашылар емес, мұғалімдер, тіл мамандары осы балалармен көптеп әңгімелесу өткізсе деп ойлаймын. Ол бізге пайдалы болар еді.